Қайырлы күн, 6 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы феодалдық экономиканың ерекшеліктері неде деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге феодалдық шаруашылық түрінің ерекшеліктері туралы ақпарат аламыз, феодалдық бытыраңқылықтың зардаптарына баға беретін боламыз. Феодализм түсінігі. Латын тілінен аударғанда феод – жер, феодал – жерге иелік етуші деген мағынаны білдіреді. Феодалдық құрылыстың негізгі белгілері батыс Еуропа елдерінде 9-10 ғасырларда қалыптасты. Кімнің жері көп болса, сол құрметті адам болып саналды. Ақсүйек шонжарлар, корольдер, әскери қолбасшылар сыйға алған немесе жаулап алған жерлерді өздерінің мұрагерлік меншігіне айналдырды. Артық жерлерді қызметі үшін бағынышты феодалдарына немесе вассалдарына үлестіріп берді. Феодалдар өз жерлерінде ерікті шаруалардың еңбегіне негізделген шаруашылық құрды. Осындай шаруашылық феодалдық поместье немесе вотчина деп аталды. Феодалдық поместье 8-9 ғасырларда франк мемлекетінде қалыптасып, батыс Еуропа елдеріне таралды. Феодалдық вотчинадағы жер екі бөліктен тұрды. Бірінші – домен, қожайынның жері. Екінші – үлестік жер, тәуелді шаруалардың пайдалануындағы жерлер. Феодалдық шаруашылық түрінің ерекшеліктері. Феодалдық құрылыстың белгісі шаруашылықтың натуралды немесе томаға тұйық сипаты. Адамдардың өміріне қажетті бұйымдар мен азық-түліктің барлығы поместьеде өндірілді. Феодал поместьесінде шаруалар малдың жүнінен жіп иіріп, мата тоқыды, киім-кешек тікті, үй жиһаздарын, ыдыс-аяқ пен құрал-саймандарды өздері жасады. Сырттан тек тұз бен темірді ғана азық-түлікке, малға айырбастап алды. 11 ғасырға дейін сауда-саттық өте төмен дәрежеде болды. Феодалдық бытыраңқылық. Натуралды шаруашылық жағдайында жеке феодалдық иеліктер арасында экономикалық және саяси байланыстар өте мардымсыз болды. Жері құнарлы, өзен суы жеткілікті, шабындығы мол иелік феодалдың байлығын молайтып, корольден тәуелсіз өмір сүруіне мүмкіндік жасады. 9 ғасырда Карл империясынан Франция, Германия, Италия бөлініп, жеке корольдіктер құрды. Олардың әрқайсысы көптеген феодалдық иеліктерге бөлінді. Көптеген феодалдардың жер көлемі корольдің иелігінен де асып түсті. Әрбір феодалдың өз әкімшілігі, соты, әскері болды. Оларды қол астындағы шаруаларды бағынышылықта ұстауға және сыртқы жаудан қорғауға пайдаланды. Ірі феодалдар көршілермен соғысу немесе бітім жасау мәселелерін өздері шеше беретін. Күшейіп алған жеке феодалдар өздерін корольдермен тең санай бастады. Феодалдық қырқысулар. Бытыраңқылық кезінде феодалдар үнемі өзара қырқысу соғыстарын жүргізіп отырды. Басты мақсат бай көршісін тұтқындап, құн талап ету, тонаушылықпен олжа табу еді. Феодалдар соғыс кезінде қорғану үшін мықты қамалдар немесе замықтар тұрғызып сонда тұрды. Қамалдар алғашында ағаштан, кейін тастан салынды. Қалың, биік қабырғалардың әр жеріне мұнаралар орнатып, қамалдың айналасына су толтырылған орлар қазылды. Ордың үстіндегі жинамалы көпір түнде және жау шапқанда көтеріліп қойылды. Жаудың қамалға кіруі үшін мықты темірмен қапталған қақпаны бұзуына тура келді. Бүкіл қамал құрылысының ең биігі бас мұнара еді. Мұнараның іші бірнеше бөлмелерден тұрды. Онда феодал отбасымен өмір сүрді. Қамалдың ішінде суы бар құдық, азық-түлік қорларын сақтайтын қойма, қолға түскен тұтқындарды қамайтын зындан орналасты. Өзара қырқысулардан әсіресе қорғанатын қамалы жоқ шаруалар зардап шекті. Қырқысу соғыстары феодалдық шаруашылыққа зиянын тигізді. Егістіктер тапталып, елді мекендер өртелді. Бұл қырқысуды тоқтатуға шіркеу барынша күш жұмсады. Шіркеу Христостың туған күні Пасха мейрамы кезінде соғысуды күнә деп жариялады. Өзара қырқысуларды тоқтатуға корольдер де мүдделі болды. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін сол жақтағы ұғымдарды оң жақтағы сипаттамалармен сәйкестендірейік.
үйге тапсырма. Экранда берілген кестені толтырыңыздар.